Бастағы беттен құтылудың 5 жолы. Бетті тазалау үшін тарақ, ақ түсті мата және сабын керек. Сіздермен бірге пайдалы кеңестер арнасы. Құрметті оқырман, алдымен арнамызға жазылып, қоңырауша батырмасын басып қоюларыңызды сұраймын. Сіздердің болмашы ғана әрекеттеріңіз біздің арнамыздың дамуына үлкен үлес қосады. Қыздардың басында беттен қалай құтылсақ екен? Үйдегі кішкентайларға да жұқтырып жатыр. Қанша тазаласақ та бетті кетіре алмадық. Сіркені сығудан шаршадық. Міне, бұл 3-4 ананың басы қосылғанда міндетті түрде айтылатын әңгіме. Бет басқан шашты алып тастасаңыз, беттен әп-сәтте құтыласыз. Әрине қалжың, бірақ мұндай ойдың да жылт етер кезі кездеседі. Өйткені шаштағы бетті тазаламасаңыз, балаққа түсетіні анық. Бүгінгі аналарымыздың басты проблемасына айналған мәселені халықтық тәсілмен шешудің 5 жолын ұсынамыз. Бірінші, керосин және май. Майға күнбағыс, асқабақ немесе жүгері майларын қолдансаңыз болады. Май мен керосинді 1:10 есебімен араластырыңыз. Дайын болған сусынды шашыңыздың түбіне жағып, пергамент қағазбен орайсыз. Сыртынан орамал тағып жатыңыз. Таңертең шашыңызды балалар сабынымен жуу керек. Сосын өлген бит пен сіркені сірке суына салынған майда тарақпен тарап түсіріңіз. Екінші, лимон немесе анар шырыны. Бұл жеміс шырындарының құрамы қышқылға бай. Сондықтан да беттен құтылу үшін осы шырынды шаштың ұзындығына жағып, 1-1,5 сағаттай басыңызды орап алыңыз. Белгіленген уақыттан соң шашыңызды су сабынмен жуып, майда тарақпен тарайсыз. Нәтижесін көргіңіз келсе, ақ түсті матаға тараңыз. Үшінші, мүкжидек жемісі. 3 уыс мүкжидек жемісін езіп, шашыңыздың түбіне жағыңыз. Ал шырынын шашыңыздың ұзындығына жағасыз да полиэтилен пакет киіп алыңыз. Сыртынан сүлгімен орап, 3 сағат жүресіз. Белгіленген уақыттан соң шашыңызды жуып, майда тарақпен тараңыз. Төртінші, сірке суы қосылған су. 70%-лық 1 тамшы сірке суды 10 тамшы таза сумен араластырыңыз. Дайын болған емдік сусынды күніне 1 рет өзіңізге ыңғайлы уақытта шашыңыздың түбіне жағасыз. Шамамен 10-15 минуттан соң шашыңызды ағынды сумен шаясыз. Емделу мерзімі 3 күн. 5. Қылқан бұтақтары. Жарты шелек қылқан бұтақтарына су құйып отқа қоясыз. 2-3 сағаттай қайнатып аласыз. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алыңыз. Алдымен шашыңызды сабынмен жуып, артынан тұнбамен шайыңыз. Сосын сүлгімен орап төсекке жатыңыз. Бұл тұнба бет пен сіркеден арылтады әрі шашыңызды жылтыратады. Одан бөлек қарамайлы сабын, педелин су сабыны да беттен арылтуға айтарлықтай көмектеседі. Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Сіздермен бөліскім келген осылар еді достар. Пайдаланып көріңіздер. Пайдаларыңызға жарайды деген үміттемін. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар.